Ағайындар қыстың қамын жазда ойла дейді ғой. Бірақ жаздың қамын қыста ойла деген жоқ қой ондай да. Бірдеме жасап көрсетейін де. Бірақ мына менің осы жасап атқанымды құттай балдар қайталамауын сұраймын. Ағайындар, кешегі болып атқан жағдай, ағайындар, Әзербайжан, Ресей блогерлері біздің қазақтың қыздарын, азаматтарын жаман мысқылдап және нұқсан жаман сөз келтіргендері үшін 15 күнге қамалыпты. Сол азаматтарды елден депорт жасауымызды сұраймын. Елбасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев және депутаттар эфирді таратамыз, лайк көрсеміз, және де мына нені парақшада бұндай не тұрады, басып қалсаңыз өзіңізге түседі. Және репост жасаңыз да өзіңізге түседі да. Соны поделиться етшіңізші. Бөлісу ғой. Негізі тиктокта орысша, жүректе орысша. Көзілдіріп киіп алдым, көзім болам. Қайта нетіп тұр. Я Рамалла. Ой, ала. Рисковать етеміз, ағайындар. Кто не рискнет, тот епешін бас келді. Көптоғымыз желбіремесін. Қазақ қыздарымызды ұрлатпаймыз. Әлде себебі болады ғой енді. Күн салқын түсіністің. Бірақ біздің мына Әкөш деген бар. Соларға лайк басып қолдап атсыздар ғой. Сол қыз өз ақшасына емес, халықтың ақшасына барып келді Әзербайжанға. Ресейге ма или сол Фуатпен кездесу үшін. Ал қаншама қыздарымыз Чевиля, біздің Амилай сияқты. Соларға қанша бауырларымыз сыйлық беріп жатыр. Естері кетіп, ақшалар көп па? Ағайындар, менде бір 4-5 отбасы бар. Соларға көмектесіңіздер. Алда соларды қуамыз. Елден шығарамыз, достар. Соларды неге қолдамаймыз ағайындар? Жаңа көзетіп ұмытып кеттім. Мынаны да жасау керек ағайындар. Ең күштісі упражнениеде. Мысалы, былай ғой. Бұнау, былай да. Ең жақсы упражнениеде. Қолдап берейік ағайындар. Сол адамдарды қолдасақ, керемет болады. Мына қазақтың блогерлері бар ғой, күшті қатқан. Ал енді қалғандарын елден депортация жасау керек. Бағанағыдай. Сабурт дегенде шығарып жіберді ғой 50 жылға. Сол сияқты сондай азаматтарды. Және тағы бірді ұттым. Көш, Чевиля, Амилай. Соларды қолдағанша дұрыс азаматтарды қолданыңыздар. Осындай септіктерін тегізеді ағайындар. Ұмытып қалған жоқсыздар ма сіздер? 2011 жылды Жаңаөзен 1986, 1989 Жаңаөзен. Ал енді басқа 2016 түріктерді қуды қазақтар. 2019 арабтарды қуды қазақтар. 2000 тағы бір жыл бар 1989. Оны ұмытуға еш қақымыз жоқ. Айтуға оңай.